Biz bugün 17 Navruz 2026 жылы Атырау облысы Индер ауданы Индеркөл Тұзды көліне келіп тұрмыз. Соның басында тұрмын. Мақсат бұл Индер көлі осы уақытқа дейін 2006 жылдан бері үкіметтің аса қорғалатын объектілер тізіміндегі көлдердің қатарында осы жатқан болатын, тізімде болатын. Осыны 2024 жылы өздеріңіз білесіздер, шығарып тастады. Инвестиция тарту мақсатында деген желеумен шығарып тастады. Ал осы инвестиция тарту мақсатында шығармастан бұл 2022 жылы осы жер жаңағы әлі қоғамдығында осы аса қорғалатын аймақтың қарамағында болғанның өзінде, кезінің өзінде мына Арал Қызылорда облысы Арал ауданындағы Аралтұз акционерлік қоғамы мен Аралтұз жауапкершілігі шектестігіне лицензия беріп қойған. Ал енді 2024 жылы парадокс. Міне 15 наурыз күні 2024 жылы премьер-министрдің бірінші орынбасары іске бастаған мына инвестиция тарту жөнінде отырыс өткізеді. Соның 9-шы пунктінде тапсырады. Осы мына Аралтұз жаңағы мына кәсіпорындарына мына лицензия беру жөнінде. Ол әлдеқашан 2 жыл бұрын алып қойған. Осы жөнінде мына парламент мәжілісіндегі Ақжол демократиялық партиясы мына министерство экология және мына табиғат қорғау экология министрлігін лоббированиемен айналысып отыр. Осыған қалайда осы Индер көлін мына Аралтұзға тұз өндіруге алып беруге жұмыстанып жатыр деп байбалам салған хатын Бектерекке жолдайды. Ал сол Бектерекке жолдаған хатына жауап береді. Оған жауап беретін жаңағы өзінің жаңағы соған ренжіп жазған хатты жазған жаңағы экология министрі Нысанбаевтан жауап келеді. Сонда 2023 жылы жаңағы мына Атырау облысы әкімдігінен хат келді. Сол бойынша біз мұны тізімнен алдық дейді. Және 24 жылы өткен іскерлермен өткен мына кәсіпкерлікті инвестиция тарту жөніндегі отырыста тапсырма береді. Әуелі қоғам тыңдау өткіз, содан кейін барып жаңағы бұл мәселені қозға деп іскерлер тапсырма береді. Ал бұлар ешқандай қоғамдық тыңдау өткізбестен Атырау облысы Индер борының бүкіл халқының бәріне сұрап шықтым мен. Бірде-біреуі қоғам тыңдау өткізгенін айтпайды. Былтыр келіп бір опрос жүргізді дейді, сұрау жүргізді. 200 адамды жинаймыз деп листок бумага таратты. Жаңағы Аралтұз, Аралтұзды мақтаған қағаздар болды. Біз оған қарсы болдық дейді. Олардың видеосы жүр, бар бізде. Ал енді басқа ешқандай ештеңе өтпеген. Ал енді мына бірақ қоғамдық тыңдау өтті деп жаңағы мына Ақжол партиясына жауап береді. Қоғамдық тыңдау өтті деп жауап береді. Ал қоғамдық тыңдау өткендігі жөнінде жаңағы өтті ме өтпеді ме соны анықтау жөнінде жаңа аудан әкімінің орынбасарына мен нығырлап тұрып айттым. Өтті ме өткен жоқ па? Қараңыз. Өткен болатын болса, мына листокты көрсетіп тұрып, мына қоғамдық өту қағидаттарының парақшасы толтырылды ма, хаттамасы толтырылды ма көрсетіңіз дедім. Егер осылардың біреуін көрсете алмайтын болса, біз мына осымен айналысқан адамдарды біз Қазақстан Республикасының күні кеше қабылданған Конституциясының 37-ші бабы бойынша оның 3-ші пунктінде айтылған осы экологияға жасырған осыны жаңағы әртүрлі лоббированиемен жасаған лауазым тұлғаларға жаңағы шара қолданады деген бап бар. Сол бойынша біз осы мәселені сотқа дейін жеткізетін боламыз.